Баршаңызға сәлем. Бүгін құрамы қарапайым, қолжетімді, әрі де өте дәмді болып пісетін ерекше пирогтың рецебімен бөліскелі отырмын. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Бір дайындағаннан шығады, өте биік болып піседі. Ендеше бірге дайындап көрейік. Алдымен начинкамызды дайындап аламыз. Творогымыздың үстінен қантымызды, крахмал және де ванилин қосамыз. Ең соңынан осылай бір жұмыртқа қосып, блендердің көмегімен еземіз. Блендер болмаса, миксермен езсеңіздер болады. Біркелкі масса пайда болғанға дейін осылай езіп аламыз. Міне бізде начинкамыз дайын болды. Енді пирогымыздың қамырын жасаймыз. Құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқамыз саламыз. Артынша қантымызды салып жақсылап миксерлейміз. Жұмыртқа мен қантымыз аппақ болып көпіруі керек. Көлемі 2 есе болып көбейеді. Міне бізде осылай аппақ масса пайда болады. Үстінен сұйық майымызды құямыз, тағы да миксерлейміз. Енді електен өткізетін заттарымызды, құрғақ өнімдерімізді дайындаймыз. Ұнымыздың үстінен қопсытқышымызды және де какаоны салып, қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Мен алдын ала електен өткізіп дайындап алдым. Енді осыны ыдысымызға салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Ешқандай түйіршік қалмау керек. Егерде миксер болмаса, венчиктің көмегімен де жасауға болады. Бірақ түйіршік қалып қоймау керек. Бізде қоймалжың масы пайда болады. Тестіміз қоймалжың болады. Міне қараңыздар. Тестіміз дайын болды. Енді кез келген формамыздың түбін майлаймыз. Мен пергамент қағазын төседім. Пергамент қағаз болмаса, түбін майласаңыздар да болады. Енді осылай жан-жағына жайып шығамыз. Манағы дайындап қойған творогты, начинкамызды пакетикке құйып алып, осылай арнайы насадкамен жасасаңыздар да болады. Осылай пакетикпен жасасаңыздар да болады. Осылай квадраттар пайда болатындай қылып төсеп шығамыз, барлығын құйып. Енді алдын ала пешімізді қыздырып дайындап қоямыз. Арасы тым жақын болып кетпеу керек. Қызып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған сандуғаш барлықтарыңызға ас болсын.